Жаңаөзенде ірі көлемде есірткі сақтаумен және сатумен айналысқандар ұсталды. Осыған дейін Мұнайшылар қаласының 2 тұрғыны героин сатып келген. Қылмыстық істі әшкерелеу мақсатында жасырын бақыланатын тергеу әрекеті жүргізілді. Осылайша олардың ірі көлемде есірткі затын саудалайтыны анықталды. Заңсыз есірткі затын сатқан қылмыскердің үстінен Жаңаөзен қалалық полиция басқармасына мамыр айының 3 күні арыз түскен. Жасырын тергеу әрекеті кезінде күдікті А есімді азаматқа 0,3 грамм героин затын саудалаған. Үйін тінту кезінде 6 дана тор көз дәптер парақтарының қиындысына оралған 0,156 грамм есірткі заты табылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 2 тармағына сай, яғни ол азаматқа 6 жылдан 12 жылға дейін жауапкершілік көзделген. Қазіргі таңда қылмыстық іс, яғни Жаңаөзен қалалық полиция басқармасы тергеу бөлімімен тергелуде. Яғни ол азаматқа 128 бабына сай күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Есірткі сатумен айналысты деген тағы бір күдікті ағымдағы жылы наурыз айының 2 күні сағат күндізгі 12:58 шамасында Өркен шағын ауданы 25 үйдің артында ұсталған. Тінту барысында оның қалтасынан 1 дана сұйықтығы бар шприц, 6 дана қағаз қиындысына оралған ақшыл сары түсті есірткі заты, 2 дана домалақ дәрілері бар сіріңке қорабы және 2350 теңге ақша табылған. Есірткі ұқсас ақты тұтымдақтың жалпы мөлшері 0,137 грамм. Аталған мөлшер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ірі мөлшердегі есірткі заттарының қатарына жатады. Қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлігі заңсыз есірткі заттарын ірі мөлшерде өткізу, сату бабы бойынша және 296 бабының 3 бөлігі заңсыз есірткі заттар ірі мөлшерде сақтау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық іс қазір аяқталып, айыптау ісімен бірге сотқа жолданды. Аталған іс тергеп тексеріліп сотқа жолданды. Айта кету керек, Б есімді қылмыскер бұған дейінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабына сай бірнеше рет қоғамдық тәртіпке тартылып, 2016 жылы 3 жылын темір торда өткізген. Енді 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделіп отыр. Әсел Алдажова, Баққали Зияддинов, Каспий ақпарат.